Мен коллега болып жатырмын, содан кейін Қазалы ауданына кетемін. Сіздер құтқарыш, кешіріңіз, рұқсат. Есімім Қасым Исағалиев, Қайрат құрылыс холдингінің директорымын. Сергей Николаевич айтқан шығар таныс қой. Айтқан, әңгімен тез ба? Тез болса, әйтпесе мен коллега кетіп барады. Иә, сол. Мәселе тезірек түсіндіру керек болып кейіннен. Қазір барлық жерде құрылыстар тоқтаған, бюджетте ақша жоқ, оны білетін шығарсыз. Білем, хабарым бар. Енді айтып тұрмын ғой, басқа не керек? Мен құрылыс емес, мұнай мәселесімен келіп тұрмын. Мұнай? Иә. Оған қандай қатысы бар? Қатысы болғанда осы облыстағы 2 кен орнына лицензия алсам деп едім. Құрылыс салған? Жоқ, мұнай бұрғылауға. Сен құрылыс фирмасысың ба? Иә, құрылыс фирмасымыз, бірақ осы енді мұнай саласына ұқсақ деген ой бар. Мұнай қазу фундамент қазу сияқты айттың ғой. Оны экскаватормен қазып жүрсің ба, әлде немен қазып жүрсің? Мұнай бұрмайтын машина ма? Оған техникаң бар ма, специалистерің бар ма, 20-30 миллион доллар ақшаң бар ма? Табуға болады. Бар ма, табуға бола ма? Табам деп отырмын. Иә, қазір неше түрлі авантюристердің заманы. Но не настолько же, айша жоқ, мұнай қаза емес. Лицензияны мен бермеймін, если что, кармен береді. Енді осы соны біліп келмейсіз, сау болыңыз. Сергей Николаевич, сыр кезінде кен орындарын қазған білесіз. Бірақ мен мынаны анықтадым. Сол кен орындарында мұнай қоры 3 миллионнан аспаса, мемлекет баланс қалмайды екен. Сондықтан мен сондай қараусыз қалған кен орындарын өз тәуекелім алып, мұнай өндіріп берсем деп едім. Қазір анықтап келдік. Ақтас, Кемер кен орындарында 1 миллионға жетпейді екен. Демек, мемлекет өшіріп бармайды. Бірақ жоқ екен. Иә, сондықтан енді сол жерге барған кезде, маған лицензия алған кезде жергілікті орган хабардар деген бір ауыз сөз керек болып тұр. Егер ол бірдеңе шешсе, берейік, оған ешқандай проблема жоқ. Сол. Иә, сондықтан сіздің хабардармыз деген бір ауыз қағаз, бір бет қағазбен мөр керек болып тұр. Жақсы хабарласты. Рахмет.